Баршаңызға қайырлы күн. Бұл сабағымыз комплекс сандар тақырыбына арналған сабақтың екінші бөлімі. Өткен бөлімде комплекс сандарға жалпы анықтама берген болатынбыз, ал бұл бөлімде комплекс сандардың берілу түрлері, соның ішінде алгебралық түрде берілу және геометриялық мағынасына тоқталатын боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші кезекте комплекс санның алгебралық түрде жазылуы. Ол z тең болады x қосылған y i түрінде жазылады екен. Бұл жердегі x, y, z деген айнымалыларды біз кез келген айнымалымен алмастырсақ болады. Ол қатып қалған емес. Мысалға альфа тең болады a қосылған b i деп жазсақ та болады. Яғни бұдан біз комплекс санның мағынасы өзгермейтіндігін білеміз. Ал бұл жердегі x-іміз комплекс санның нақты бөлігі, ал y деп отырғанымыз комплекс санның жорамал бөлігі. Оның жазылуы бізде ре z нақты бөлігі x image z жорамал бөлігі бізде y екен. Ал бұл x пен y бізде нақты сандар жиынына тиісті екен. Ол дегеніміз x пен y натурал санда, бүтін санда, рационал санда, иррационал санда бола алады деген сөз. Ал енді соның геометриялық мағынасын келтірейік. Өткен сабақ бойынша біз білеміз, горизонталь жатқан ось ол нақты сан осі. Ал оған вертикаль тағы бір ось салатын болсақ, және оны біз y деп, яғни жорамал сандар осі деп қоятын болсақ, бұл бізде комплекс сандар жиынын, болмаса комплекс сандар осін береді екен. Енді бұл жерде жаңа анықтама бойынша ре дегеніміз нақты бөлік болды. Ендеше бұл жерге жазып қойық. Ре z нақты бөлігі. Және вертикаль жатқан ось бізде image z комплекс санның жорамал бөлігі. Ендеше бұл жердегі y, i дегенді жазбай қойсақ та болады. Бұдан кейін баяғыша x, y деген декарттық координаттар, тікбұрышты декарттық координаттар жүйесінде қалай номерледік, тура солай номерлей береміз. Енді бұның геометриялық мағынасын ашу үшін z тең болады x1 қосылған y1 деген комплекс санды алайын. Мысал ретінде жаңағы x1 дегеніміз мынау нүктеде жатсын, ал y1 дегеніміз мынау нүктеде жатсын. Енді екеуін біріктіретін болсақ, мынандай z деген нүкте пайда болады. Бұл комплекс санымыз осы. Енді бұл комплекс санның келесі бір анықтамасы, тікбұрышты декарттық координаттар жүйесінің центрмен қосатын болсақ, жаңа комплекс санымызды мынандай бір вектор пайда болады. Бұл бізде жаңа комплекс санның ұзындығы екен. Енді бұл ұзындықты қалай табамыз? Ол бізде мынау жерде байқасақ, тік бұрышты үш бұрыш шығып тұр. Сол кезде мынау жері бізде бір катеті болады, мынау жері бізде екінші катеті болады. Ол дегеніміз x1-дің ұзындығы және y1-дің ұзындығы. r квадрат тең болады, біз білеміз, x квадрат қосу y квадрат болады. Ал r дегеніміз плюс минус түбірасында x квадрат қосылған y квадрат. Ұзындықтың өлшемі теріс санмен алынбайды, сол себепті бізде ұзындығы түбірасында нақты бөлігі мен жорамал бөлігінің квадраттарының қосындысы екен. Бұл жердегі r деп отырғанымыз модуль ішіндегі z. Яғни комплекс санның ұзындығын
модуль ретінде алады екен. Ал бұл бізде формуласы. Яғни комплекс санның ұзындығын табу формуласы осылай екен. Нақты бөлігі мен жорамал бөлігінің квадраттарының қосындысы түбірасында. Ол бізде жаңағы комплекс санның ұзындығын береді екен. Енді бізде комплекс санның бұрышы деген болады. Яғни градустық өлшемі. Ол бізде жаңағы OX осынан сағат тіліне қарсы бағытта, яғни оң бағытта алынған градустық өлшем екен. Яғни бұл жерде фиді аргумент z деп жазамыз. Яғни z комплекс санның бұрышы, яғни бұрыштық өлшемі. Бұл жайында біз, яғни фи жайында сабағымыздың келесі бөлімінде комплекс санның тригонометриялық түрін қарастырғанда толықтай айтатын боламыз. Дәл қазір біз алгебралық түрде берілген комплекс санға амалдар қолданайық. Яғни қосу, азайту, көбейту, бөлу деген амалдарды қолданайық. Z тең болады x қосылған y деген комплекс санын алайық. Енді комплекс санды қарастырғанда бізде комплекс санның қарама-қарсы комплекс саны және де түйіндес комплекс саны деген болады. Қарама-қарсы комплекс санын тапқанда жаңа комплекс санды минусқа көбейте саламыз, болды. Яғни бұл жерде минус жақшаның ішінде x қосылған y тең болады минус x минус y. Бұл бізде жаңағы z комплекс санның қарама-қарсы комплекс саны екен. Ал енді комплекс санның түйіндесін тапқанда біз нақты бөлігін өзін жазамыз да, жорамал бөлігінің алдына кері таңбаны қоямыз. Яғни минус y. Бұл бізде комплекс санның түйіндес комплекс саны. Енді осы екеуіне мысал есеп келтіретін болсақ, z тең болады 2 минус 3y деген комплекс сан болсын, осының қарама-қарсы комплекс санын табайық. Онда біз минусқа көбейтсек, минус 2 плюс 3y деген комплекс сан шығады. Ал түйіндес комплекс санын табатын болсақ, бізде 2 қосылған 3y деген комплекс сан шығады екен. Ал енді тағы бір мысал келтіретін болсақ, z тең минус 1 деп алайық және плюс 4y деп алайық. Енді бұның бізде қарама-қарсы комплекс саны 1 азайтылған 4y болады. Ал түйіндес комплекс саны минус 1 азайту 4y болады. Яғни жаңағы минус 1-іміз өзі тұр, нақты бөлігі. Жорамал бөлігінің алдына кері таңбаны қойдық, яғни минусты. Ал енді жаңағы басында айтқанымыз бойынша осы комплекс сандарды қосу, азайту, көбейту амалдарына тоқталайық. Яғни қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдары. Бірінші кезекте біз тоқталайық. Қосу амалына. Ол үшін екі комплекс санын аламыз. z1 тең болады x1 қосылған y1y деген комплекс сан алайық, және z2 тең болсын x2 қосылған y2y деген комплекс сан алайық. Енді осы екі комплекс саны қосу амалын орындайтын болсақ, ол дегеніміз x1 қосылған y1y қосу x2 қосылған y2y. Бұл жерде сәйкесінше z1 және z2. Енді жақшаны ашатын болсақ, бізде x1 қосылған x2 деген шығады. Және де қосылған бізде y1y қосу y2y деген шығады. Бұл жерден y-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ,
осындай комплекс сан шығады екен. Бұл бізде комплекс сандарды қосу формуласы деп атаймыз. Ал енді комплекс сандарды азайтатын болсақ, яғни азайту амалын қолданатын болсақ, жаңағындай комплекс санымыздың өзін жазамыз. Тең болады. Бұл жерде нақты бөлігінен нақты бөлігін азайтамыз. Жақша қосу және жорамал бөлігінен жорамал бөлігін азайтамыз. Яғни бұл бізде комплекс сандарды азайту формуласы. Енді комплекс сандарды көбейту. Z1-ді Z2-ге көбейтейік. Жаңағындай комплекс сандардың өзін жазып алайық. Және көбейту x2 қосылған y2i. Енді көбейту амалын орындағанда баяғыша жақшаға қалай көбейтуші едік? Тура солай көбейту амалын орындаймыз. Яғни бұл жерде бірінші мүшесін әуелі, онан кейін бірінші мүшесін екінші мүшесіне, екінші мүшесін бірінші мүшесіне, екінші мүшесін екінші мүшесіне көбейтіп қосады екенбіз. Ал енді сол амалды орындайық. x1-ге x2-ні көбейтейік. Плюс x1-ді y2i-ге көбейтейік. Сол сияқты қосылған y1i-ді x2-ге көбейтсек, x2 y1i болады. Қосылған y1i-ді y2i-ге көбейтетін болсақ, көбейту y2i тең болады. Тең x1 көбейтілген x2 азайтылған y1 көбейтілген y2 бұл жақшаның ішінде, яғни нақты бөлігі қосылған жақшаның ішінде x1 y2 қосылған x2 y1. Жақшаның сыртында i, яғни бұл жорамал бөлігі. Бұл бізде көбейту формуласы екен. Енді кезек бізде бөлу амалы. Бөлу амалында сәл өзгеше болады. Ол кезде біз түйіндес ұғымын қолданамыз. Жаңағы екі комплекс санымыздың өзін жазып алайық. x1 қосылған y1i бөлінген x2 қосылған y2i тең болады. Енді біз білетінбіз, нақты сандар жиынында мысал ретінде 1 қосылған түбірасында 2 бөлімде, алымда мысал ретінде 1 деп алсақ. Осындай бөлшектен, иррационалдықтан құтылған кезде түйіндесіне көбейтетінбіз. Яғни 1 қосылған түбірасында 2 көбейту 1 минус түбірасында 2-ге. Сол сияқты алымында 1 көбейту 1 минус түбірасында 2-ге көбейтетін едік. Тура сол сияқты осы комплекс сандар жиынында бөлу амалын қолданғанда бөліміндегі комплекс санға түйіндесін көбейтеді екенбіз. Яғни x2 қосылған y2i-ді өзін жазайық бөлімінде, алымында өзін жазайық қазірге. Және көбейту бөлімінің түйіндесіне x2 азайтылған y2i бізде түйіндесі. Алымында тура солай көбейтеміз x2 азайтылған y2i-ге тең болады. Бұл жерден көбейту амалын орындайтын болсақ, бөлімінде x2 қосылған y2i, x2 азайтылған y2i, x1 қосылған y1i, көбейтілген x2 азайтылған y2i тең болады.
Жалпы комплекс сандар жиынында комплекс санды түйіндесінде көбейтетін болсақ, ол нақты санға тең болады екен. Бөлімін жеке орындап алайық. Ол дегеніміз z2 көбейтілген z2-нің түйіндесі. Ол дегеніміз x2 көбейту x2, x2-нің квадраты, x2 көбейту минус y2i. Ол дегеніміз x2, y2 i-ге қосылған x2, y2 i және минус y2 i көбейтілген y2 i-ге тең болады. Бұл жерден байқасақ, бұл екі қосынды жойылып кетеді. Ал y2i бізде бұл жерде y2-нің квадраты және де i-нің квадратын береді. i-нің квадраты минус 1-ді береді. Сол себепті бұл жерде x2-нің квадраты қосылған y2-нің квадраты деген сан шығады екен. Онда бізде бұл бөлімінде нақты бөлігінің квадраты қосылған жорамал бөлігінің квадраты шығады екен. Ал алымын жеке орындайтын болсақ, яғни бұл жерде z1 көбейтілген z2 түйіндесі z2-нің. Ол бізде x1 көбейтілген x2 азайтылған x1 y2i қосылған x2 y1i және де азайтылған y1i көбейту y2i тең болады. Бұл жерден x1 көбейтілген x2 қосылған болады бұл жерден, өйткені бұл байқап тұрсаңыздар i-дің квадраты болады, ол алдындағы минус пен плюс болады. x1 y1 көбейту y2. Бұл нақты бөлігі және де қосылған жақшаның ішінде i-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде x1 y2 азайтылған x2 y1 деген өрнек шығады. Яғни бұл бізде алымына алып кеп жазатын болсақ, x1 x2 қосылған y1 y2 қосылған x1 y2 азайту x2 y1 i. Яғни бұл бізде бөлудің формуласы екен. Осымен комплекс сандар тақырыбына арналған сабағымыздың екінші бөлімі бітті. Келесі бөлімдерде одан әрі жаңа тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Ендеше арнамызды қолдап, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймыз. Баршаңызға сәттілік.